Уважаемые земляки, уважаемые мужчины, от всего сердца поздравляю вас с Днем Защитника Отечества и 75-летием Великой Отечественной войны, Днем Победы. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Құрметті Аягөз ауданының ер азаматтары, сіздерді келе жатқан 7 мамыр Қазақстанның қарулы күштер күніне мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Және де Ұлы Отан соғысының жеңісінің 75 жыл толуына байланысты Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және тыл еңбеккерлерін осы атаулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға мықты денсаулық, отбасыларыңызға береке, бақыт, ұзақ ғұмыр тілеймін. Құрметті Аягөз қаласының азаматтары, 7 май Қазақстан халқының қарулы күштер күнімен құттықтаймын. Біздің Қазақстанның азаматтары семьяларына бақыт тілеймін. Шаңырақтары биік болсын, тек қана өмірлері шаттыққа толсын. 2020 жыл осыдан былай жылдарда да тек қана жақсылық тілеймін. Біз Азиялық мектеп қорының қыздарының атынан Отан қорғаушылар күніне үлкендерімізді, аталарымызды, коллективтағы жастарымызды, әпкелерімізді, ағаларымызды шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашанда жүздерінен күлкі кетпесін, ең басты денсаулықтары мықты болсын, ауырмай, сырқамай, біз де сол ағаларымыздың, аталарымыздың арқасында төл ойнап жүре берейік. Тек қана жақсылық қана тілейміз. Мынау елімізге келген дерттен аман-есен құтылып, шуақты жолға берейік. Құрметті Аягөз қаласының ер азаматтары, сіздерді келе жатқан 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға береке, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Қоғамдық тәртіпті сақтау мен құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында халық игілігі үшін аянбай еңбек етіп жатқан полиция бөлімі қызметкерлерін атаулы осы кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті Аягөз ауданының азаматтары, сіздерді 7 мамыр келе жатқан Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Және де сіздерге ұлы жеңістің 75 жылдығы мен құттықтаймыз. Сіздердің жанұяларыңызға бақыт, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Отбасыларыңызға бақыт, береке, қуаныш тілейміз. Құттықтап тұрған Арғын дүкенінің қыздары.